біз бір нәрсені қатты қаласақ, мысалы машина или үй или айына 1 миллион табыс тапқымыз келсе, бірінші біз оны подсознанияға қондыруымыз керек. Себебі егер подсознание сенбесе, онда ол нәрсе сіздің өміріңізде болмайды. Мысалы, менің программамда ескі убеждениялар. Мен ойлаймын, миллион таба алмаймын деп. Маған ол өмір бұйырмаған. Шетел аралап өмір сүру, үй алу, машина алу деген маған бұйырмаған деймін. Мен не істеймін? Бірақ мен қалаймын ол нәрсені, и қалау үшін өзге адамдардың әрекеттерін жасаймын. Барам да курс оқимын, бір марафондарға қатысамын, менторлық аламын да, бірақ мен оған сенбеймін. Егер мен сенбесем, менің бүкіл жасап жатқан әрекеттерім бос, потому что ми сеніп тұрған жоқ. Ал егер де менің убежденияларым, мен қолымнан келеді, мен де таба аламын. Мен бірақ білмеймін қазір қалай табатынымды, қандай жұмысқа баратынымды, қандай әрекеттер жасайтынымды, бірақ мен сенемін, таба аламын деген убеждение болатын болса, онда ерте ме кеш пе сіздің жасап жатқан әрекеттеріңіз, сіздің әлемге беріп жатқан вибрацияларыңыз сол нәрсені қайтарып береді. Себебі квантовая физиканың заңдылығына сүйенетін болсақ, яғни адамдарды энергетический энергия сияқты есептейтін болсақ, біз әлемге қандай энергия береміз, сол энергияны қайтып аламыз. Себебі манифестация ережесінде магнетизм процесі жүреді. Энергия деңгейінде. Егер мен төменгі вибрацияда өмір сүретін болсам, менің установкаларым, убежденияларым бұрынғы опыттарға сүйене отыра, менің қолымнан келмейді, істей алмаймын, это не мое, маған бұйырған тағдыр осы, қайдан келеді ол маған нәрсе деген сияқты убеждение болатын болса, төменгі вибрация. Мен сол вибрацияны қайтып аламын өзім өміріме. Егер де менде жоғары вибрация болатын болса, демек мен миллион тапқым келеді, мен ол үшін бірінші сол миллион тауып жүрген адамның состояниясын, сол адамның вибрациясын өз өміріме енгізуім керек. Мен сол адам сияқты болуым керек. То есть қазақта сөз бар ғой, болмасаң да ұқсап бақ деген. Мен сол ережені ұстана отыра 4 жылда, Аллаға шүкір, барлық мақсаттарыма қол жеткіздім. Мен онлайнға келген кезде миллион тауып жүрген, 10 миллион тауып жүрген наставниктерден білім алатынмын. Және солардың энергиясын, солардың ойлау қабілетін, олардың шешім қалай жасайтынын, олардан кеңес сұрай отыра, олардың жасаған әрекеттерін, оқитын кітаптарын, қайда баратын, кімдер араласатын, барлығын зерттейтінмін және соларды копировать ететінмін өзіме. То есть болмасам да ұқсап бағатымын. Как будто я тоже зарабатываю 10 миллионов, как будто я тоже имею эти дома, как будто менде де машина бар, менде де үй бар, мен де шетел аралап жүрмін деген сияқты. Даже паспортты жасағам 1 жыл алдын ала. Хотя мен білмеймін, барам ба, шетелге бармайым ба, бірақ мен әрекет жасайтынмын. Демек мен сол тапқым келетін сумманы тауып жүрген адамның әрекеттерін, состояниясын өзіме енгіздім. То есть чувство благодарности.